Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәруменге өте бай және де иммунитетті көтеретін салат жасайтын боламыз. Ең алдымен біз керекті заттарымызды дайындаймыз. Бізге керегі грек жаңғағы, мейіз, йогурт, қызылша және алма. Ең алдымен біз грек жаңғағын турап аламыз. Үйде қанша адам болса, соған қарай заттарын көбейтіп жасасаңыздар болады. Және де анар қоссаңыздар өте керемет болады. Менде анар болмағандықтан мен анар қоспадым. Грек жаңғағымызды осылай турап бос ыдысымызға саламыз. Одан кейін жуып тазаланған мейізімізді де тураймыз. Енді оны да жаңғақтың үстіне саламыз. Енді алманың сыртын ашып, алмамызды да кубиктеп тураймыз. Алманың бәрін турап аламыз. Одан кейін қызылшамызды да тура алмаға ұқсатып кубиктеп тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне йогурт қосып араластырамыз. Менде йогурт қосылған жері түсірілмей қалыпты. Бізде осындай дәмді салат дайын болады. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.